Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі бір істегеннен керемет шығатын вупипай тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға шоколадымыз бен сары майымызды салып, водяной баняда ертіп аламыз. Майымыз бен шоколадымызды ертіп болғаннан кейін басқа бір ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды салып, ақ көпіршік болғанға дейін миксерлейміз. Қантымыз бен жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін жаңағы ертілген шоколад пен майымызды құйып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сосын құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызға содамызды, какаомызды салып араластырып аламыз. Сосын аз-аздан сұйық массамызға сала отырып миксерлейміз. Міне осымен біздің тестамыз дайын. Енді пергамент қағазына диаметрі 22 см болатын домалақ сызып аламыз. Сосын 2-3-4 ас қасық тестамыздан құйып, жан-жағына жайып шығамыз. Егер сіздерде 22 см форма болатын болса, онда 6 корж шығады. Ал егерде 25 см форма қылып жасайтын болсаңыздар, онда 4 корж шығатын болады. Осылай пергамент қағазына тестамызды құйып шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минут пісіріп аламыз. Осылай корждарымызды пісіріп алғаннан кейін кремімізді дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырымыз бен қант ұнтағымызды салып 30-40 минут миксерлейміз. Крем жасаған кезде міндетті түрде творожный сыр мен сливки холодильникте кем дегенде 8 сағат тұру керек. Әйтпесе кремдеріңіз дұрыс шықпай қалады. Творожный сыр мен қант ұнтағымызды миксерлеп болғаннан кейін сливкиімізді құйып 1-1,5 минут, яғни қоюланғанға дейін миксерлейміз. Одан көп миксерлеуге болмайды, әйтпесе кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Міне креміміз осындай қоюлықта болады. Осымен біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Подложкамызға азырақ крем жағып жібереміз, сонда тортымыз қозғалмайтын болады. Енді корждарымызды видеодағыдай жинайтын боламыз.
Тортымыз жақсы жиналуы үшін осылай раздвижной кольцоны қолданатын боламыз. Ең беткі қабатына азырақ кремімізді жағып, бетін жауып, холодильникке 8 сағатқа қалдыратын боламыз. Сосын сыртын креммен қаптайтын боламыз. Сегіз сағат өткеннен кейін сыртын қаптайтын кремімізді, яғни крем-чиз масле дайындайтын боламыз. Оның жасалу жолын видеоның астында сілтемесін қалдыратын боламын. Кремімізге бір шай қасық бояуымызды салып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Раздвижной кольцомызды алып, қалған кремімізді шпательдің көмегімен жағып шығамыз. Екінші кремімізді, яғни сыртын тегістейтін кремімізді кондитерский мешокқа салып аламыз да, видеодағыдай жағып шығып, шпательдің көмегімен тегістейтін боламыз. Кремді тегістеп жағып шыққаннан кейін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, бір жасағынан керемет шығады. Өзім осы рецептпен заказ қабылдаймын. Дәмі деген өте керемет болады. Барлықтарыңызға ас болсын.